Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгін сіздермен мен Алматы облысы тіл оқу-әдістемелік орталығы Ақсу аудандық филиалының меңгерушісі Торғын Мұратқызы Шермуханова. Бүгінгі біздің тақырып ауа райы. Грамматикалық тақырып барыс септік. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ауа райы: ашық, аяз, бұлтты, жылы, құрғақ, бару, келу, салқын, суық, ыстық, бүгін, ертең, ерте, кеше, күн, неге, онша емес, өте, себебі, сондықтан, содан кейін, қыстау, биіктік, апталап, аққу, бұл емес, сауатты жазу, құрғақ ауа райы, мәлімет, құс, жәндік, егер, ұзақ, жеңіл көлік, айтпақшы, шоқ жұлдыз, арқылы. Бірінші тапсырма. Керек сөздермен кестені толтырыңыз. Тексеріңіз. Бос уақыт: гүл өсіру, атқа міну, серуендеу, сенбі күні, айналысу, дүкен, қымбат, сатылым, жеңілдік, отандық, арзан, жұмыс, ұжым, маман, мекеме, есепші, мұнайшы. Екінші тапсырма. Суретке қарап, ауа райы қандай екенін жазыңыз. Тексеріңіз. Ыстық, бұлтты, жылы, суық. Үшінші тапсырма. Оқыңыз. Бүгін Алматы қаласында күн ашық, плюс 25 градус ыстық. Бірінші диалог. Бүгін күн ыстық емес. Я, онша ыстық емес. Кеше өте ыстық болды. Я, сондықтан мен кеше жұмысқа ерте келдім. Мен де. Екінші диалог. Мақпал, кеше тауға шықтың ба? Жоқ, шыққан жоқпын. Неге? Кеше күн салқын болды. Сондықтан шыққан жоқпын. Ал бізде күн жылы болды. Мен
Саябаққа бардым. 4-ші тапсырма. Дұрыс жауапты белгілеңіз. Тексеріңіз. Бүгін Алматыда күн ыстық. Дұрыс. Алматыда 39 градус ыстық. Дұрыс емес. Кеше күн салқын болды. Дұрыс. Кеше күн жылы болды. Дұрыс емес. Барыс септік. Барыс септік іс-әрекеттің бағытын білдіреді. Жалғаулары ға-ге, қа-ке. Сұрақтары кімге, неге, қайда? 5-ші тапсырма. Қажетті жалғауды жалғаңыз. Тексеріңіз. Алматыға, мектепке, жұмысқа, әкімдікке, қалаға, концертке, ауданға, үйге, тауға, көшеге, ауылға, пәтерге. 6-шы тапсырма. Сөздерді сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Ауруханаға бару, тауда болу, үйге келу, күн ыстық, тауға шығу, қалада тұру, сенің атаң, әкімдікте жұмыс істеу. Үй тапсырмасы. Қажетті жалғауды жалғаңыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.